Қазақстандықтар бір ауыздан Жаңаөзен қаласындағы орын алған тәртіпсіздіктерге наразылықтарын білдіруде. Көпті көрген ақсақалдардан бастап жастарға дейін бұл оқиғаға елімізге, халқымызға, ал ең бастысы тәуелсіздігімізге қастандық жасаумен бірдей деп отыр. Кез келген мәселені бейбітшілік түрде, келісімменен, сабырлықпенен, шыдамдылықпенен шешуге болады деп ойлаймын. Енді мына аузымыз тәуелсіздікке жетіп, 20 жылдығымыз өтіп жатқан кезде осында қиын жағдайдың болғанына біз өкінеміз. Мен өз басым жүрегіме ұрады. Енді қалған өмірімізде татулыққа шақырғым келеді елді. Бірлікке, ауыз бірлікке шақырғым келеді, ынтымақтыққа шақырғым келеді. Мына өзіміздің ұлы мерекемізді тойлап жатқан кезімізде мынандай жағдай болғанына мен өзім өте наразымын. Өйткені мына өзімнің бауырларыма, өзімнің балаларыма айтқым келеді. Бұл деген дұрыс емес деп, қай мақсатпен жасап жатыр, кім оларды осындай іске итеріп жатыр, оны әйтеуір әзірше белгісіз ғой. Бірақ менің айтарым осы, менің әсіресе жастарға, сіз біздердің болашағымыз болғасын, енді сіздерге көп үміт артамыз ғой. Мен ойлаймын, енді алда келе жатқанда талай мейрамдар бар, талай біздің салтанатты кештеріміз бар. Соған мен ойлаймын, тек қана мына полицияға ғана жүгінбей, енді өзімізді мына өкіметке ғана қарамай, өзімізді мына қоғамнан бір топтар шығарып па, біз осындай мерекелерге сондай жағдайды мен ойлаймын кішкене күшейту керек деп. Оны естігенде мен айтайын, шынымды кәдімгі бүкіл денем мұздап, бүкіл әлгі мерекелік көңілім кәдімгі бір мұз құйғандай суып сала берді. Мынандай қадамға бару деген просто, мен айтарым, бассыздық па? Ойлаймын, осы да біздің осы күнімізді көре алмай жүрген, осы біздің бүгінгі шыққан биігімізге ішіне сыймай жүрген бір адамдар бар ма деймін. Біздің жауларымыз бар ғой, сол жаулардың жұмысы ма деймін. Сондықтан да мен айтарым, ағайын азаматтар, туыстар, әнелер, бауырлар, үлкендеріміз бар. Осыған біз тойтарыс берейік, ақыл айтайық, жөн айтайық, тыныштықта болайық, ынтымақты болайық. Енді мынау кеше ғана отырған, әкімдіктегі отырған өзіміздің қара көздеріміз, жаңағы пагон табылған қара көздеріміз, енді жаңағы атып атқанда қара көз, атып атқанда қара көз, өзіміз қырып не болды? Ондайға не жетті? Осы ашты отырған ешкім жоқ. Өзіңнің берекеңді өзің қашыратын не күн туды? Абайдың өмір бойы ақсағаны, аңсағаны, армандағаны, күйзелгені, тіпті жүдегені, шаршағаны осы қазақтың басын қосу ғой. Бірлік жасау. Біріңді қазақ, бірің дос, білмесең істің бары көз деді. Өзіміздің орталық алаңдағы тәуелсіздік мәдени шараларын көріп, жастарымыздың көңіл күйлерін көріп, аталарымыз бен апаларымыздың тәубә шүкіршілік деген құлшыныстары мен сәлемдерін естіп, өзге ұлттардың құт берекелі Қазақстаным жасасын деген әнұранын естіп, әкіміміздің салютын көріп, бірден үйге келгенде суық хабарды естігенде жүрегіміз жылағандай болды. Сыртқы саясаттың бір ойыныма деген ой бізді ой салдырғандай болды. Сондықтан бүгінгі 17-ші желтоқсан, бүгін міне азаттықтың таң атты, әрбір адам, әрбір қазақ тәуелсіздікті сақтау үшін жауапты деген ой келді. Сондықтан тіккен туы қазақтың күнге сәлем жолдасын, әнұраны халқымның әлі әлемді шарласын, бесіктегі бөбектің бақайшағы тоңбасын, ортақ болсын, мүддеміз, мықты болсын, іргеміз. Ең бастысы тәуелсіздікті сақтайық, ата-бабалардың еңбегін біз ақтайық деген ой келді. Ынтымақты бұзудың кез келген көрінісі, бірлікке деген көзқарастың кез келген жаңағы теріс жағы қиянат болып есептеледі. Мына тәуелсіздіктің 20 жылдығы мейрамдап жатқанда, енді мен о жақта қандай себеппен шыққанын білмеймін. Қандай себеппен шықса да біз қазақ өркениетке ұмтыла отырып, көркем ниетімізді жоғалтпауымыз керек, көркем ниетімізден жаңылмауымыз керек.
ғасырлар бойы сол төзімділік, толеранттылық дейміз ғой, соның бәрі бізге тән нәрсе, сондықтан ынтымақты сақтауымыз керек жаңағы. 20 жылдық төлеп отқан кезінде осындай оқиға болған маған өте жаныма қатты батты. Негізінде бүкіл еліміз төлеп жатқан кезде ынтымаққа шақырып, осындай бейбітшілікке өмірге қол жеткізген кезде мен ойлаймын, бұл өте дұрыс емес. Негізінде бұл халықтың ынтымағын және бірлігін бұзатын тірлік деймін. Құдайдың мұндай бейбітшілік заманы болмайды. Мұны құрметтеуіміз керек. Мұны қасиеттеп, алақанымызға мұндай заманды салып жүруіміз керек. Әр уақытта бейбітшілік, тыныштық болсын елімізге. Құдай кеше соғысты да көрдік. 41-45-те. Онда да Құдайдың тозағында жүрдік. Ал енді мына Құдайдың пейішін біз көпсінбейік. Әр уақытта осы еліміз, жұртымыз тыныш, еліміз бейбітшілік болсын. Барлық жарастыра, жоқтық таластырады дейді. Мына жарасудың өзі мына кейінгі жылдары өте жоғары дәрежеде болып тұр. Жұрттың жағдайы жақсы, барлығы дұрыс. Сондықтан жұрт біріне бір деген көзқарасы сонда өте дұрыс. Мұның бәрі біздің елбасымыздың жасаған еңбегінің арқасы деп ұғу керек. Осындай жағдайда мынау жаңағы Жаңаөзенде болған жағдайы елеңсіз жағдайда бұғамыз, оны жастар түсінуі керек. Отанымыздың ары қарай өрлеуіне бәріміз атсалысуымыз керек. Бұл енді Жаңаөзенде болып отқан жағдайға бәріміз қынжыла қараймыз. Ұят нәрсе. Мен осылай деп түсінемін. Көрінген сөзден бір дүркіреп, сол өсек аяңға ермеу керек. Керісінше мынандай мемлекетте мамандықтың бір жоғарғы түрін игеріп, сосын халқына пайдасы келетін, пайда келтіретін жұмыстарды игеріп, сонда бір үлкен істерді жасап жатса, бұл тамаша болар еді. Ал енді жаңағы уақыт ек сол үйдің қасындағы жаңағы күресінде сөз болатын сөздерді соңған еріп, жаңағы елдің көңіліне қаяу салу деген, бұл мен айтарым азаматтық емес. 1991 жылы біздің егемендік жариялағаннан бастап бүгінгі 20 жылдық тойда болып жатырған оқиға бәрімізді ауыр ойға қалдырады. Әрине бұған біздің халқымыз сол көтеріліске бармайды деп есептеймін. Бірақ бұл қай кезде де бір арандатушылықтың әсері болатынына сенімдімін. Себебі бізді Қазақстанды көре алмайтын ел көп. Осы қай кезде де осындай бір қиын ауыр оқиғалар тек қана сол мұнайы бар елдің маңайында болып отырған көзіміз көріп отыр. Бізде де Қазақстанда осы мұнай болып, сол шығысқа да батысқа да өзіміздің мұнайымыз сата бастаған кезде осындай көріністердің әдейі ұйымдастырылуы мүмкін деп ойлаймыз. Әрине тарих бұның ақ қарасын ашады. Менің түсінетінім қазіргі таңда біз егеменді ел болып тұрғымыз келсе, бізге тек қана тұрақтылық керек. Біз бейбіт өмір сүруіміз керек. Сол үшін не болу керек? Біз Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген сөз бар.